Сіздерге бірден айта кетейінші, соңғы кезде Инстаграмда вообще көрінбей жүрмін, сториске хат шықпаймын, рилс салмаймын. Себебін айта кетейін, себебі өмірімде бір адам пайда болды. Ол адам Инстаграм вообще қатысы жоқ, Инстаграм жек көреді, публиканы жек көреді. Сол себепті сіздердің алдарыңыздан өтейін деп тұрмын. Мен Инстаграмда өшіретін боламын. Өйткені ол кісінің қалауы сол, мен де бақытты болғым келеді. Так что аман болыңыздар, сау болыңыздар, менімен болғандарыңызға осы уақытқа дейін рахмет. Айлайсыздар, қайырлы күн достар. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Сәл мына семейный болғаннан кейін сторисқа да көңіл бөлу, басқа нәрсеге де көңіл бөлу қалады екен. Үйдің жағдайы, жер үйдеміз, жер үйдің жұмысы бітпейді. Сәл есін алымның жұмыстарын қазір бітіріп. Бір сторисқа шығып қояйын деген тұр. Бұл жақта мен ләлечкам. Еңліктің машинасы вообще айына жылына бір ақ айталады өзі. Тұра түстіп, кір болып ше. Аман болыңыздар. Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш болсын. Жәкен екеуміз эфирден шығып, донор жеуге келдік. Жәкен қолынан шай ішіп жатырмыз. Бүгін эфирде болған жағдайды көрген шығарсыздар, білмеймін, түсінбей жатырмын. Кімге не керек өзі? Адам құсап ара қатынас бастайын десек білмеймін. Осы орайда бір Абай атамыздың сөзі бар ғой. Күшік асырап итеттім, ол балтырымды қанатты, біреуге мылтық үйреттім, ол мерген болып мен атты деген әңгіме болып тұр. Мына жерде білмеймін, кімге не керек екенін вообще түсініп атқан жоқпын ше. Кеткеннен кейін тыныштық берсе екен деймін да. Мен ары қарай өзім өмірімді жалғастырып, сен ақшаң жоқ, сен ол кездесуге шақырмадың. Білмеймін, санасына берсін деймін адамдардың. Сол, басқа не жаңалық өздеріңізде ешқандай настроение түсіп, ондай болып отқан жоқпыз. Сосын енді сырласым деп сырыңды айтқаннан кейін, оны бүкіл халықтың алдына айтып қойғаннан кейін кішкене менде де ашу шығып кетті. Содан кейін сондай эмоция көрсетіп қойған болармын. А так, бәрі жақсы, бәрі керемет. Всем привет, ребята! Біреулерге қайырлы күн, біреулерге қайырлы таң. Бүгін менің түске дейін ұйықтау гештальтым жабылды, потому что белгілі бір себептерге байланысты бізде бүгін демалыс. Үйде бітпеген шаруаларым бар, шомылуым бар дегендей, соның барлығын реттеп үйде болатын шығармын деп отырмын. Күндеріңіз енді басталып жатқан жандарға қайырлы күн, қайырлы таң тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Газель, пәзел жөндеу көріп қойса айтында. Жоқ, бір жанына бір Урал велик жетпей тұр да бұның ше. Ораз нормальный, современный. Мынау әкімдер сияқты ма? Қалай киініп ана? 90-шы жылға вообще кимейсің ғой сен. Айналам. Солға басым бар. Аха. Менімен бірге жүр, менімен бірге. Аха, сөйт. Аха.